Мына ракета бар ғой, жерден ұшып шыққан кезде, мына орнынан қозғалған кезде бағанағыдай жан-жағын бәрін жайпап, қаншама күш салады да. Мына жердің тартылыс күші белгілі бір аспан қабатына дейін жұмыс жасайды. Тартылыс күші айға дейін жұмыс жасамайды. Тартылыс күші жерге қарай тартып тұратын. Айға дейін жұмыс жасаса, айды өз-өзіне тартып, жер жоқ болатын еді, Алла сақтасын. Но айға дейін белгілі бір қабатқа дейін ғана ол жұмыс жасап тұрады. Ол қабаттан шығып кеткен кезде қалқу пайда болады да. Көресіздер ғой, адамдар қалқып жүреді ғой, да, ғарышта. Ол гравитациялық күш жоқ деген сөз уже. Жердің тартылыс қабатынан шығып кеткен да сыртқа қарай. Сол сияқты ракета жерден ұшып шығып тартылыс қабатына шыққан кезде сыртына, ол уже көп күш самайды. Уже спокойно авторежимға қосылады да, жай айға барады, қонады, спокойно қайтып келеді сосын. Но именно жердің бағанағы тартылыс күшін жеңіп шыққандағы аспан қабатын өткенше, ол өте көп күш салады. Сол секілді, пока сіз мына әдеттеріңізді қалыптастырғанша, таңғы әдеттеріңізді, болмаса жаңағы бір сату өнерін қалыптастырып шығарған шығарсыз бүгін, да? Жүгіру, 10 000 қадам, білмеймін. Белгілі бір әдеттерді сіз қалыптастырғанша, басында сізге күш керек болады. Бір 3 ай, 6 ай, кәсіп болса 1 жыл деген секілді.